Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Ата-ананың алдында баласына жақсы тәрбие берумен, имандылыққа баулумен қатар тағы бір басты міндет бар. Ол балаға мағыналы ат қою. Дініміздің діңгегі кең етек жайғалы мұсылманша ат қою жақсы үрдіске айналып келеді. Алайда балаға ат беруде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мүлдем тыйым салған есімдері бар екенін біліп жүрген жөн. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Нәрестеге пұттардың атын беруді, жалпы мағынасы исламға мүлдем жат есімдерді беруге тыйым салған. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінде кең тарап кеткен аттардың бірі санам. Санам әйел сұлулығының символы болған пұттың есімі. Сүйікті елшіміз бұл атты қоюға өзі тыйым салған сол кездері білместікпен осы есімді иеленгендер мағынасы бар жақсы аттарға ауысып жатты. Сондай-ақ баланы Алла тағаланың есімдерінің бірімен атауды дұрыс емес. Егер алдына абд тіркесін қоятын болса рұқсат. Мысалы, Абдулла мағынасы Алланың құлы. Мұндай есім мұсылмандардың арасында кең таралған, әрі мағынасы да келісті. Тағы бір құпталмайтын есімнің бірі Абдуш-Шамс. Абу Хурайра, оған Алла разы болсын, атымен белгілі сахабаның ата-анасы оған осылай Абдуш-Шамс деп есім берген екен, яғни күннің құлы деп. Расулулла оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сахабаның есімнің дұрыс қойылмаған ескертіп, оны Абдур-Рахман, мейірімді Алланың құлы деп ауыстырған екен. Сонымен қатар есімдерді қысқартып, алдыңғы мағынасын мүлдем өзгертіп айту да құпталмайтын іс. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам, сендер қиямет күні өз есімдеріңмен және әкелеріңнің есімдерімен шақырыласыңдар. Олай болса, балаға әдемі есім қойыңдар деген хадисін игі мұсылман жан естен шығармаған жөн. Сіздермен бірге болған Жансая каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеоларым сіздерге үнемі шығып тұратын болады. Бүгінгі видео пайдалы болған болса, лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді қалдырып, қолдап кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше, ассаламу алейкум.